Мен Елеспаева Ақниет, Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің нөмірі 5 жалпы білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 5 А сыныбында оқимын. Жобаға қатысудағы басты мақсатым анамның жұмыс орнымен танысып, адамдардың еңбегін бағалауды үйрену. Анамның аты Гүлмира, мамандығы тігінші. Ол кісі жасынан іс тігуге әуес болыпты. Қазіргі таңда анамның жеке тігін шеберханасы бар. Олай болса, анамның жұмыс орнымен танысайық. Анам мені алдымен жұмыс қағидаларымен таныстырып, тігін машинасын жұмысқа әзірлеуді және оған күтім жасауды көрсетті. Бастысы, тапсырыс берушілермен сыпайы сөйлесіп, тапсырманы тиянақты уақытында орындау, олардың көңілінен шығу екенін түсіндім. Тігінші ол өте шеберлікті, ұқыптықты, дәлдікті, әсемдікті, талғампаздықты, шыдамдықты, төзімділікті, жауапкершілікті талап ететін мамандық екенін түсініп, анамның бойында осы қасиеттердің барлығы бар екеніне тәнті болдым. Сонымен қатар былғардан немесе теріден тігілген сырт киімдерге, жеңіл киімдер мен жұмыс киімдеріне жөндеу жұмысын қалай жүргізілетін, маталарды, жіптерді, түймелерді қалай таңдап сәйкестендіру керектігін, перделік маталардың түрлерін, оларды әдемілігіне қарай қалай үйлестіріп таңдау керек екенін білдім. Салонымыз. Бұл жерде біз клиенттерге шторлар заказ аламыз. Бұлар мысалы үшін неше түрлі материалдар бар, неше түрлі шторлар бар. Көрдің ғой? Осылардан сәйкестендіріп, мына материалдармен қосып, сәйкестендіріп штор тігеміз. Міне қараш. Осындай шторларды тігеміз. Олардың жанына мынандай оюларды қоюға болады. Осы анамның жұмыс орындағы бір күн ішінде тігінші мамандығының көпшілікке қоғамға тигізетін пайдасы зор екенін білді. Адамдардың еңбегін бағалауды, оларға құрметпен қарауды үйрендім. Жақсы маман болу үшін жақсы адам болу керек деген сөзбен толық келісемін. Келешекте қандай маман иесі болсам да, алдымен жақсы адам болып, сол мамандығыма сүйіспеншілікпен жоғары болса деймін. Себебі әр істі